28 жылдан аса уақыт еңбек өтілі тәжірибемде көптеген шәкірттерге білім мен тәрбиені қатар беріп, үлкен жетістіктерге жетуде іс тәжірибеден өтіп келем. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қаршығаева Айгүл Ақжанқызы. Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 43-ші Жақпек Махамбетов атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі. Еңбек өтілім 28 жыл. Педагог зерттеушімін. Алталаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздікі деп айтқандай, Мағжан Жұмабаев ұстаздың қоғамдағы биік мәртебесін анық көрсетті. Ұстаздың еңбегі бұл үнемі ізденімпаздық пен жаңашылдықтар жемісі, ал озат тәжірибені тарату сол еңбектің нәтижесі болмақ. Қазіргі білім беру үдерісінде цифрлық технологиялардың оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып келеді. Тарихи оқиғаларды тереңірек түсіру мақсатында бұл үлкен мүмкіндік береді. Сабақтарында интерактивті платформаларды, онлайн тесттерді, цифрлық карталарды, бейне материалдарды және презентацияларды жүйелі түрде қолданып келемін. Сонымен қатар жасанды интеллект құралдарын, тарихи дерек көздерді талдау тапсырмаларын, жобалық оқыту элементтерін кіріктіріп, оқушылардың зерттеушілік, сыни ойлау және ақпаратты саралау дағдыларын дамытуға көңіл бөлемін. Әрбір жетістік үлкен арманнан басталады. Ал сол арманның қанаттануына ұстаздың сенім мен шәкірттің талпынысы жол ашады. Бүгінгі оқушыларымыз білімде, өнерде, шығармашылық байқауларда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп келеді. 2022-23 оқу жылында 9 сынып оқушысы Мұратқызы Сымбат Қазақстан тарихы пәнінен қалалық олимпиадада 3-ші орын иегері. 2024-2025 оқу жылында Мәулеш Сая облыстық грант иегері. Сәулебек Аида 2025-2026 оқу жылында Қазақстан тарих пәнінен қалалық кезеңде 3-ші орын, Нұртаев олимпиадасында 2-ші орын иеленді. Ислам Айлы облыстық ғылыми жобалары конкурсына қатысып, 2-ші орын иегері және алғыс хат иегері. Мен үшін ұстаздық мамандық қана емес, өмірлік ұстаным. Әр шәкірттің бойындағы қабілетті ашып, олардың арманына қанат бітіру ең үлкен мақсатым. Ізденіс пен жаңашылдықты серік еттім. Білім мен тәрбиенің сапасын арттыру жолында аянбай еңбек ете беремін. 25-ші жылы жалпы білім беру ұйымдарының тарих пәні мұғалімдерінің арасында қалалық дебат өтті. Сол дебатта 3-ші орынды иелендік. Сонымен бірге дебатты қозғалысқа қатысқан оқушыларының барлығы 3-ші орын, 2-ші орын және 1-ші орындармен дипломдармен марапатталды. Және де қалалық білім бөлімінің кәсіподақ комитетінің құрмет грамотасымен марапатталды. 2022-2023 оқу жылында Қызылорда қаласының білім бөлімінің ұйымдастыруымен қазақтың ұлы тұлғасы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 110 жылдығына орай ұйымдастырылған қалалық конференцияда дипломмен марапатталдым. 2022-2023 оқу жылында Қызылорда облысының білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталдым. Еліміздің жас жеткіншектерін оқытып, тәрбиелеу жолында сіңірген еңбегі және білім саласын дамытуға қосқан үлесі үшін ерекше марапат иесі болып аталдым. 2023-2024 оқу жылында Қызылорда облысының білім басқармасы алғыс хатымен марапатталдым. Педагогикалық қызмет жолында заманауи оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін қолданып, жас ұрпаққа саналы білім мен саналы тәрбие беруде, шығармашылыққа баулуда еселі еңбек еткен үшін осы марапатқа лайық болдым. 2025 жылы Қызылорда қаласының білім бөлімі жалпы білім беру ұйымдарының құқық пәні мұғалімдерінің арасында облыстық дебат турнирінде 3-ші орын иеленіп, дипломмен марапатталдым. Ұстаз болашақтың сәулетшісі. Ел ертеңіне үлес қосатын тұлға ұстаз. Сондықтан да ел ертеңін ойлайтын болсақ, қазіргі таңда азаматтарымыздың, шәкірттеріміздің жақсы тәлім тәрбие алуына біз үлес қосуымыз керек. Ұстазға